Сәлем достар, бүгін мына балаклава шапкасына құлақша тоқуды көрсететін болам. Мен мінеки бір құлақшасын тоқып қойдым. Енді екінші құлақшасын тоқуды көрсетейін сіздерге. Ол үшін мен 4 петлядан бастадым. 4 петлямен тоқыдым. Міне 4 петляны алып, осыны ары қарай қатарма-қатар тоқып шығамыз. Кезек өткізіп, 4-еуін тоқығаннан кейін ізге қарай қайтамыз. Ізге қарай қайтып, осы 4 қатарды мен 12 қатар тоқыдым осылай. Петлям айналып кетті. Айналып кетпеуін қараңыздар. Міне 2 қатар болды. Ары қарай міне. Үш қатар. 4 қатар. 5 қатар. 12 қатар тоқып шығамыз. Міне мен 2 құлақшасында дайындап алдым. Енді мұны шапкамызға біріктіреміз. Ол үшін не істейміз? Мен мына жерде көздің қасындағы екі қатардан кейін біріктірдім. 2 қатардан кейін жоғарыдан мынау бірінші ең соңғы қатар, екінші қатар осы жерге біріктірем. Міне біздің екінші қатар, мына жерде осы тесіктерден жаңағы соңғы петляларымызды өткіземіз. Бірінші петляны өткіздім, екінші петляны өткіздім, үшіншісін өткіздім, төртіншісін. Артық жіпті соңғы қатардан өткіземіз. Енді ішкі бетіне өтеміз. 4 петлямызды мынау жіп тұрған жаққа қарай біріктіреміз. Соңғы петлядан екінші петляны өткіземіз. Бірінің ішінен бірін өткізіп, 4-еуін де біріктірдік. Енді мына екеуін байлаймыз. Байлап, артық жерін қайшымен қырқып тастаймыз. Мен мынадан шешіліп кетпеу үшін мынадан былай өткізіп барып қырқам. Мынадан өткізіп, артық жерін қырқып тастаймын. Бір құлақшамыз дайын. Екінші құлақшағында тура солай. 2 қатардан кейінгі мына жер екінші қатар, жоғарыдан да екінші қатарға біріктірем. Петляны сол жерден өткіземін. Екінші қатарға өткіздім. Біздің артық жібіміз осы баста тұрғандықтан, мұны бірінші қатарға мына жақтан өткізіп аламын. Бірінші петляны өткіздім, екінші петляны, мына жерге үшінші петляны өткіздім, мына жерге төртінші петляны өткіздім. Енді іш жағынан біріктіреміз. 4 петлямыз шықты. Жаңағыдай бірінің ішінен бірін өткізіп, петляларымызды біріктіріп аламыз. Енді мына жіппен байлаймыз. Екі рет байладым. Енді артық жіпті жаңа петлядан өткізіп қоямын да, артық жіпті қырқып тастаймын. Біздің құлақшамыз дайын болды. Міне
нақышаларым мінекей дайын болды. Егер сабақ шапканың тоқылу жолы ұнаған болса, комментарияға өз ойларыңызды жазып, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақта қандай сабақ болғанын, не тоқығыңыз келеді, соны да комментарияға жазып кетсеңіздер, мен сол сабақтарды шығаруға тырысамын. Қоңырау шал белгісін басып кетсеңіздер, менің каналымда шыққан бірінші видеоны бірінші болып өздеріңіз көретін боласыздар. Рахмет.